Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ тіл сабағын бастаймыз. 15-ші сабақ. Сабағымыздың тақырыбы көркем мінез дегеніміз не? Мәтін туралы не білем? Сабақтың тақырыбы, мақсаты мәтінге тән белгілерді есіме түсіремін. Дұрыс құрастырылмаған мәтінді өңдей аламын. Бірінші жаттығу, екі бөлікті салыстыр, қай бөлік мәтін неліктен дәлелдеп көр. Бірінші мәтін. Шаман адамға да жақсы көзбен қара. Нұрайға тосын сый жасадық. Күлкі көңілді көтереді. Екінші мәтін. Нұрай ибалы, тәртіпті оқушы, ол үздік оқушылардың бірі. Сыныптастары оны үлгі тұтады. Мәтінді көшіріп жаз. Сөйлемдерді бір-бірімен байланыстырып тұрған сөздердің астын сыз. Нұрай ибалы, тәртіпті оқушы, ол үздік оқушылардың бірі. Сыныптастары оны үлгі тұтады. Екінші бөлігі мәтін. Ал бірінші бөлікте бұл жерде сөйлемдер берілген. Екінші мәтінде Нұрай туралы айтылған. Екінші жаттығу, берілген сөйлемдерден тиген мәтінін құрастыр. Ол үшін сөйлемдер өзара мағыналы байланысты болсын. Олар тиінді үнемі азықтандырып тұратын болды. Тиін санақты тіршілік етеді. Бірде оған оқушылар жаңғаға келді. Тиіннің мұнысы балаларға қызық көрінді. Тиін жаңғақты тез қағып алды. Енді бұл жерде біз бұл сөйлемдердің орнын ауысып кеткенбіз. Орнына қойып жазамыз. Тиін саябақта тіршілік етеді. Бірде оған оқушылар жаңғаға келді. Тиін жаңғақты тез қағып алды. Тиіннің мұнысы балаларға қызық көрінді. Олар тиінді үнемі азықтандырып тұратын болды. Бұл жерде біз тиін мәтінін құрастыруда сөйлемдердің қандай байланысу тәсілін қолдандық. Сөздердің қайталануы, синоним, жіктеу есімдер. Бұл жерде біз жіктеу есімдерін пайдаландық. Балалардың әрекетін бағалау. Олар тиінді қызықтау үшін келді. Олар тиінге қамқорлық жасады. Әрине, олар тиінге қамқорлық жасады. Үшінші жаттығу, байланысу тәсілдерін пайдаланып мәтінді көшіріп жаз. Тағам көгершіндердің даяр табақта жылы орында тұрған көрді де, жүнін ақ бояумен бояп, соларға келіп қосылды. Түнде ол өзінің қай жерде екенін ұмытып, өзінше айғай салды. Сонда көгершіндер оның бөтен құс екенін біліп, қуып жіберді. Бұдан кейін тағам өзінің жолдастарына келіп қосылды. Жолдастары жүні ақ болған соң танымай қуып жіберді. Осы қалпын ол көгершіндерге де қосылмай, өз жолдастарына да қосылмай көрген күні қараң болды. Спандияр Көбеев. Мәтіннің мазмұнына сәйкес келетін тақырыптың қысқаша атауын таңда. Тағам көгершіндер көрсе қызар. Жерге мәтін мазмұнына көрсе қызар атауы сәйкес келеді. Тағам не үшін ешкімге қосылмай жалғыз қалды? Ол барға қанағат етпеді. Берілген пікірлердің қайсысы дұрыс деп ойлайсың? Бұл пікірмен келісемін, себебі тағам көрсе қызарланып, өз кейпін өзгертті. Барға қанағат етпей, өз жолдастарынан бөлініп басқаларға қосылғысы келді. Төртінші жаттығу, көргені бойынша жазып шыққан оқушы қыздың мәтінін ретке келтіріп жаз. Жазда мен қаздың балапандарын қалай шомылдырғандарын көрдім. Бірде ол балапандарын ілестіріп көлшікке келді. Суға алдымен қаз сүңгіді. Балапандары да сырғи жүзіп, суға сүңгіп шығып жатты. Мен қызыға қарап тұрдым. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.